Өрлетіңіз. Енді студиядағы айтылған әңгімені өзіңіз студия сыртында тұрып естіп тұрсыз. Пікіріңіз? Жаңа екі рэпті тыңдап тұрып, шынымды айтсам, жинақтап тұрған ойымның бәрін қайда шашыратып алғанымды білмеймін. Сіз де сол рэптің әуеніне елтіп кеттіңіз сонда, Жоқ, бұл жерде мен тек бочка дыбыспен бір тондағы музыка әуеннен басқа дымды да түсінгем жоқ, түкті де түсінгем жоқ. Ол бір. Екінші, сіздер бағанадан бері айтып жатсыздар, бұл жастарға түсіндіру мақсатындағы бір стиль деп. Неге сіздер мына отырған жастардың бәрін ақмақ көресіздер? Менің балам 17-де, қызым 13-те. Екеуі де, яғни өтпелі кезеңдегі балалар. Мен ол балаларды жақсы біле отырып, сол балалармен құрдас балалардың жағдайын, психологиясын түсінем деуге болады. Ол балалар менімен ақылдасады. Мына әуен қалай? Мама, ана, мынау әннің сөзі қалай жазылған? Маған осы бір ұйқасы бір түрлі сияқты көрінеді. Деген ақылдасулар бар, кеңесулер бар. Қызым музыка мектебінде оқиды, ұлым қазір Жүргеновте оқып жатыр. Ол екі. Үшінші, жаңа шетелде айтып жатыр, бұны нашақорлыққа бағыттау. Расында да солай екен. Әне жерде тұрып, мен тыңдап, мәңгіріп қалдым. Мәңгіріп, не айтарымды білмеймін, не қандай қимыл. Адамның санасын улап қояды, яғни. Санасын бұл жаулау мақсатында ғана. Енді дәл осындай жаулаудың бір үлгісін оқиын. Қазір кешіріңіз, біздегі рэперлердің өкілдеп жүрген тағы бір рэптегі шумақтар айтады. Намысты бермеген жігіттері батылды, шаһарымыз күн шуақты, аспандағы ғажайып аппақ жұмақ сияқты, көшелерде жүргенде артық етпес тапанша, шегіп алсаң анаша, бұл неткен тамаша дейді. Масқара, масқара. Енді мысалы тағы да бір жастар шынымен тамаша шығарды деп ойлайды. Махаббатқа байланысты. Жақсысы да жаманы да болады. Адамның жақсысы да жаманы да болады. Таңдап алу керек. Бірауыз айтайын. Жоқ, жаман не айтасыздар сіздер? Жоқ, біз айтқан жоқ, біз кішкентай кезімізде айтып кеттік деп айттым. Бір нәрсе тыңдай бергенше одан да біздің мынау мағынасы болмаса да, бірақ кішкене өзіміздің мынау менің жаңа Жақау бауырым аман келді ма білмеймін. Ол кісі айтады, осыдан 12 жыл бұрынғы шығарғаным еді деп ақталады. 12 жылдағы, 2002-де шыққан әуендеріңіз ғой. 12-11 жылдың ішіндегі жеткен дәрежесі мынау ғана болса, ары қарай сіз қанша уақытта кәдімгі қазақтың поэзиясынан өнеге алып сіз жастарға жеткізе аласыз деп. Интернетке кіріңіздер, қазақша рэп мысалы, Шоқан деп теріңіздер, или Жақау, или Шыңғыс деген бар Алматыда. Теріңіз, өңкей әндер шығады, оның астында пікірлер тұрады. Одан кейін, айта беріңізші. Немесе боқтайды астында. Бір бала боқтайды, бір қыз боқтайды, тау болады ан жерде. Айтылмаған сөз қалмайды да. Қараймыз оны, көреміз. Жастардың арасында алауыздық туғызып жатыр деген бір мағына бар. Айтып жатыр. Тіліміз қазір сәнде емес, қазақ тілін жастар білмейді деп, Құдайға шүкір біледі. Жоқ, білетін біледі ғой. Қазақтың жастарын Біржан мырза, сіздің де пікіріңізді білейікші. Көптеген әндер Құдайға шүкір жетеді. Біршама пікірлер айтылды. Жоқ, тыңдамайтын жастарды қарасаңыз, тек орысша айтқанша современный жастарды қайтеміз, оларға сіздердің уәждеріңіз түсінікті. оларға біз Қазақстан жастарын басқаша тәрбиелеу керек па? Енді қараңыздар. Ұсынысқа келейікші. Әсен өресі өскеннен кейін Серік Оспановтың әнін тыңдау керек. Қандай ұсыныс айтасыз? Енді осы бағдарлама, мына нәрсені түсініп алайықшы, осы бағдарлама аяқталғаннан кейін Шоқан мен Жақау өзінің жұмысын тастап кетеді деп мен өзім ойламаймын. Бұл кісілер одан ары қарай жалғастырады, тағы да бірнеше жастар бұл кісілер тыңдайды. Солай ғой. Енді ендеше ақыр студиямызға келіп отыр екен, біз үшін үлкен мүмкіндік. Қандай ұсыныс айтамыз? Қалай түзеуге болады? Қалай рэптен біз рэпті ұлттың мүддесіне жұмыс істете аламыз? Қандай жағдайда? Ал енді бар ғой, қазақтың өзінің мәдениеті бар, орыстың мәдениетіне телміріп керегі жоқ. Ана жебесі жерге түсті бес сақта болдым, жау түгіл, шөп өспеген шапқан орным. Жарты әлем жапырақты жамылғанда, алтын сауыт киініп атқа қондым дейді қазақ. Жарты әлем жапырақ жамылып, мәдениеті дамымай тұрғанда, қазақ деген алтын сауыт киініп атқа қонған. Сондықтан қазақтың мәдениеті о бастан дамыған. Қазақ мәдениеті ешкімнен үйренбеген. Біріншіден, қазақтың мәдениетін толық тану керек. Содан кейін, мына сіздердің сөздеріңіз шыны керек, мен өзім журналистпін.
сіздердің сөздеріңіздің халыққа ешқандай берері жоқ. Мен нақтысын айтайын бауырым, ренжіме. Сіз мына жігіттерден сұранып жазбаңыз, осындай репке осындай буын, 7 буын, 11 буындық өлең керек маған. Ақындар жазып берсін, содан кейін айтыңыз айтам десеңіз. Десе? Ал енді мынадай жермен шын айту керек, рэп бұл өнер емес. Рэп бұл музыкалық бағыт, музыкалық стиль. Бірінші ойым сол. Екінші айтатын, мына Шоқан қазір өзінің өнерін көрсетті ғой, рэпін көрсетті, өнер емес, рэпін көрсетті. Сонда Шоқанның сөзін біздер мысалы Шоқан ағылшынша осыны айтса, американ рэптермен былай салыстырсақ, ешқандай айырмашылық жоқ та. Сондықтан бұлар тек қана қазақ тілінде айтып жатыр, ал былай өзгеше рэп ретінде, жаңалық ретінде ештеңе қосып жатқан жоқ. Сен айтып кетесің. Тек қана қазақ деген, қазақ рэп деген ұғым, ол тек қана қазақша айтылатын ұғым ретінде болмау керек. Бұған біздің ұлттық бір домбыра ма, сондай нәрселерді қосу керек. Сонда бұл өзгеше болып шығады. Абылайша қарағанда, тыңдашы бұл, ешқандай айырмашылық жоқ. Ақыры сендердің ниеттерің жақсы болғаннан кейін, ол жақсылық болғаннан кейін, оны қазбалау керек та. Мына жігіттер бостан босқа айтып отқан жоқ. Мен өзім 10 жыл мектепті Совет өкіметінің кезінде орыс классында оқығам. Тек орыстың жаңағы әдебиетін оқып, кезінде солай жүр. Кейін өкіндім, қазір тілімді сындырып, қазақша кітаптар оқып, өзіміздің поэзияның, өзіміздің әдебиеттің қандай керемет екенін енді түсініп жатырмын. Ол бір. Екіншіден, мен енді өзімді кәсіби әнші деп санаймын. Өйткені 20 жылға жуық үлкен сахнада жүрмін. Сол уақыттан бері дәстүр, біздің қазақтың дәстүр бір әнін эстрада жобасына жасауға менің батылым жеткен жоқ. Оған жауапкершілік керек. Ол үлкен жауапкершілік. Ол бір, екі. Ал үшінші, мынандай нәрсені айту үшін адамда ұят болу керек, ар намыс болу керек, ұлттық. Өйткені сенің айтылып жатқан нәрсең жай ғана сандырақ бір ұйқас қуалау болуы мүмкін да. Ал егер оны жақсы өңдеп, мынандай жақсы жоқ, ол реп деген ол түсінбейтін не ол поэзия ма? Жоқ, ол техника. Қалай, анау атың шықпаса жер өрте деп жатсыздар ғой. Қалай танылудың мақсатымен жүрген болсаңыздар, дәстүрлі әнді шетелге апарып танытыңыздаршы. Олай болса біз бұрында шығып кетсек қой. Мен эстрадан айтпай қой. Реп туралы ғана айтайық та, репер болу үшін 4 нәрсе керек. Бірінші, билеу керексің мықты, я. Екіншіден, композиторлық қабілетің болу керек. Үшіншіден, өзің айта білу керексің, әнші болу керексің. Төртіншіден, ақын болу керексің да. Оны қай жерде жазып қойған аға? Жоқ, енді сөзі өзімдікі, әні өзімдікі, еще билеу керексің. Талап ережесі солай ғой. Сіздердің айтуларыңызға. Егер ешкім ешқандай талап жазып қоймаған болса, онда басқа жаңа айттыңыз ғой сіз енді, біз өзіміз жазуымыз керек деген қағидадан шығарып алдыңыз. Онда сіз оны қақтан шығардыңыз? Сіз артыңа жаздырыңыз. Жоқ, ол біздің рэп болған екен, рэптің атынан айтып отырмыз біз негізі. Ол техника техника деген ол анау не келе жатқан осының жолы. Сен техника мықты Шоқан. Мен біраз әндер тыңдадым. Орындаушылық қабілеті мықты. Жылдам айтасың, билеп айтасың. Оның бәрі жақсы. Саған сөз дұрыстау керек. Яғни бір өзгерістер жасауға болатын шығар. Мысалы, ол қатып қалған қағида емес қой. Мен бүкіл рэпті өзімнің жазғаныммен ғана оқуым керек деген. Кәдімгі шынайы ақындардан алып, орындай берек, оны ешкім сөкпейді. Дайын дүниелерді, мысалы, Алмас ағамыздың бір өлеңін алып, Жақау мырза өзіңіз репке салып оқып көріңіз. Қалай шығады екен, көрейік. Сіз дайындалып алғанша біз жастардан пікір сұрасақ, енді жаңа бағаналы бері, бағдарлама басталғалы бері сіздердің айтқан бір уәждеріңіз, ол бізді жастар тыңдайды дедіңіздер, солай ғой? Мынандай нәрсе, біз негізі мен өзім де Шоқан өзінің бәлкім ниеті бар ғой, мен оның жүрегіне келіп шыққан жоқпын. Менің негізгі ниетім, мен өзім қазақи тәрбиеде біздің Өзен дейтін бір белгілі қала ғой, өзі бір қазақилықтың тұнып қалған қаласы ғой. Шынына келгенде біздің мақсатымыз жаңа былапытты жеткізу емес. Сол жаңағындай бір құмалақ бір қарым айтып жүртеді дей ма, біз сол шіріп жатқан нәрсенің ортасынан ақиқатын алып шығу ғой, жақсы дүнияны да. Түсінесіз бе? Бәрекелді, ендеше жастарға сөз беріп, жастардың пікірін тыңдасақ. Ассалаумағалейкум. Шоқанды білмей өйткені біз екі доспыз, Шоқанды аға ретінде санаймын. Аға, сіз айтасыз, рэп керек жоқ. Бірақ та 90-шы жылдар диско кіргенде, хип-хоп кіргенде ешкім айтқан жоқ. Қазақтарға диско, хип-хоп керек жоқ. Тыңдайтын сіздің жас кезінде.
бәрі тыңдайтын. А қазір 21-ші кешіріңіз, сөзімді кесмеңізші. Мен өзім мүгедек бала кезімде, мен айналысқаныма рэппен неше болды? Шоқанмен уже өткен жылдан танысып, мен өзімді көрсетіп атым. Мүгедек болсам да сондай жетістіктерге жетем деп. Біз жаңа өлең шығардық, жаңа клип шығады, талпыныс деп 2 тілде шығатын. Сіздің үзіндіңізді онда тыңдайық осы жерде. Қиналсам да өмірге тырысам, қанша да өмір мені аямаса да, мен күресем, өзімне сенем, өйткені өз күш қуатына сезем. Бірақ та Алладан бірақ сұрайтын, туған туысқандарым аман болсын, елімізде тыныштық қамқор болсын деп. Сол үшін көрдік. Жақсы, рахмет. Енді жастардың пікірі деп жатырмыз, жастарға берейік микрофонды. Мысалы, сіз айтып отырсыз, мұнда Шоқан шығып айтқан кезде мен тек тректі ғана естідім деп отырсыз. Оны үлкен кісілер ести алмайды, оны тек жастар естиді, жастар. Ол не себеп? Сонда үлкендердің санасы естей ма, құлағы кемші естей ма? Жоқ, мәселе ода емес, өйткені жастар оны тек жүрекпен тыңдайды. Өйткені жастарға... Сонда үлкендерді жүрек жақпайды. Өйткені жоқ, мәселе, сіз дұрыс түсінген жоқсыз мені. Мысалы, жастардың талабына сай өлеңдер айтады бұлар. Мен, мысалы, дәстүрлі әндерді де тыңдаймын, эстрада жұлдыздарына Музарт, Жігіттер квартеті, Еркін Нұржан деген сияқты көптеген әншілерді де тыңдаймын, терменді де тыңдаймын. Мен рэпті де жаман деп айтпаймын. Оны жаман, мысалы, жаңағы жаман сөздер айтқан, дөрекі сөздер айтқандар, ол кісілер может өздерін енді сонда айтқанда ұялатын шығар. Мысалы, бұл кісілер енді қазақи неде? Мысалы, олар қазақ рэпінің атынан мысалы, айтатын болсақ, мынау кәсіпқой боксерлар, мысалы, спортшылар шыққан кезде неге осындай рэп әндер қойылады? Мысалы, ол рухани, рухты көтереді, сәл былайша айтқан кезде да. Сарыарқа би ойналса, адай би ойналса, міне қазақтың рухы сонда да көтерді. Амангелді, бүгінгі бағдарламаны қорытындылаймыз. Жаңа қолыңызда кітаптан бір шума оқыңыз. Сапалы нәрсе, бір салмақты алтындай сөздер бар, оны мойындауымыз керек. Бедеп атыр бұл кісі. 11 ғасырдың аяғында туыппын, атағын аттан көтермес атамның жолын қуыппын, қасарысқан қасшауға қарсы шауып қасқырдай, қасқалдақтай қанмен қылышымды жуыппын, 5 тасауға бел бұрып, 5 қалуды асынып, 5-6 күндік жерлерге бір күнде жетіп асығып, жаһанамға жөнелткен жанның жауымның аттандаған дауысымды 6 қырдан асырып, ерлігіме сүйсініп жасап ойын тойды жұрт, туғалық құрық тимеген ту биені сойдырып, бабалар бата беріпті, аруағыңды асыр деп ойыппаң жерді қыр қылып, қырат жерді ой қылып. Бәрекелді. Айтыңыздар, бере тұршы, дәл осыны Амангелді бауырым. Дәл осыны берші. Сіз риза боласыз сол кезде. Мен баяғыда 11 ғасырдың аяғында туыппын, атағын атам көтермес, атамның жолын қуыппын, қасарысқан қасшауға қарсы шауып қасқырдай, қасқалдақтай қанымен қылшылымды жуыппын, 5 тасауға бел артып, 5 қаруды асынып, 5-6 күндік жерлерге бір күнде жетіп асығып, жаһаннамға жөнелткен жауымның аттандаған даусымды 6 қырдан асырып дейді. Қайсы түсінікті? Рэперлікке қарай жет тұру керек сияқты. Жақсы. Мағынасы түсініксіз ғой, не оққаны түсініксіз ғой. Рэп деп айтуға болмайды. Шоқау бауырым, Шоқан бауырым, күні бойы жаңағы рэптерін тыңдап отырмыз. Мен дәстүрлі әншімін. Мәселен, ол әншілік емес, қазір бұларға мен тыңдарман ретінде келіп отырмын. Келетқан жолдан дұрыстар шығар, бірақ жаңағы кішкене сөз мәдениеті деген болады қазақта. Әйтсе тап жаңағы оқыған не өлеңге жатпайды, не поэзияға жатпайды, не ақындық ішінде нәр жоқ. Қазақша айтқан кезде сүйегі татымайтын, жілігі татымайды дейді ғой. Сондай бір дүниеде, онда енді ана тамаша ақындар бар ғой. Бұл реп деген біздің ата-бабаларымыздан қалған. Мысалы, анау осы іргеде өмір сүрген Көкшетауда атақты Үкілібай деген бабамыз болған. Жасымда болдым, балдырған, талай сөзден қандырған, сол балдырған кезімде ғашықтық оты жандырған, айналайын халқымнан іздеп бір өзі алдырған, алыстан атын шалдырған деп. Міне, реп деген осы. Шаттақтайсыңдар, не әндерінде не мағына жоқ, не сөз дүгесін, бір сөз 4-5 қайтады. Бұл енді жаңылтпаш емес, папугай емесіңдер ғой енді неттен кезде. Енді Амангелді, сол өмірдің тумасы ретінде, патриотпын деп айтып жатсаң, патриот ретінде біз бәрібір сенеміз, сіз Махамбеттің жырларын осы рэпке салып оқиды, қазақ жастарын уламайды, керісінше осы бір санасына сәуле себуге
тырысады деп Шоқан екеуіңізге сенеміз біз. Сол сеніммен бүгінгі бағдарламамызды аяқтасақ. Дәстүрдің озығы бар дейміз, тозығы бар дейміз, ал біз ағайын тек озығын алайық, талғамымыз биік болсын. Бағдарламаның қорытындысында бір ақынның жазған осы рэпке байланысты өлеңнен бір шумақ оқиын. Тар балақ тесік ерін теріс бөрік, қалпыңа тұратындай келіш беріп, ашық бел шошаң құйрық жалаң кеуде, салтыңа тұрған жоқ па теріс келіп. Дәл осындай қалыптан ажырасын деп тілек білдіреміз. Назарларыңыз бізде болсын.